Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін 9 сынып алгебрасын қарастырамыз. 23-те 12-ші есеп келтіру формулаларына арналған есептер, В тобының жаттығулары. Бізде тепе-теңдікті дәлелдеу керек. Яғни бізде мына теңдіктің сол жағындағы өрнектен бізде каттангенс 180 минус х шығу керек деген сөз ғой. Соны дәлелдейміз. Ол үшін бізге не керек болады? Бізге оқулықтағы мына бірінші беттегі келтіру формуласына арналған кесте қажет болады. Сізге қалай қолданатынын көрсетейін. Бізде бірінші тангенс x-ті жазып қоямыз. 180 минус x-те тангенсімізді қараймыз. Міне 180 минус x-те тангенсіміз неге тең? Минус тангенске тең. Жазамыз минус тангенс x. Ал 360 минус x-те котангенсіміз 360 минус x-те минус котангенс альфаға тең. Жазамыз минус котангенс альфаның орнында бізде x тұр. X. Сол минус котангенс 180 минус альфаны да келтіріп жіберейік. 180 минус альфада котангенс минус котангенс x-ке тең. Енді бізде мұнда тангенс x пен минус тангенс x-теріміз қысқарып кетеді. Қалады минус котангенс x тең болады минус котангенс x-ке. Яғни бізде дәлелденіп тұр. Келесі екіншісін қарайық. Котангенс x плюс тангенс 90 плюс x плюс тангенс 360 плюс x-те бізде мынаған тең болу керек. Котангенс 270 минус x. Яғни мынаны да келтіріп аламыз. Бірінші бізде котангенс x-тің өзін жазып қоямыз. Тангенс 90 плюс x-те 90 плюс альфада тангенсіміз минус котангенс береді екен. Жазамыз минус котангенс x бізде альфаның орнында тұр. 360 плюс x-те тангенсімізді қарайық. 360 плюс альфада тангенсіміз тангенс болады. Плюс тангенс альфа, яғни x. Котангенс 270 минус x-те котангенсіміз бізде тангенсті береді екен. Тангенс x береді. Енді бізде мына котангенстер қысқарып кетеді. Себебі мынау плюс, мынау минуста. Мысалға 1 минус 1 деген сияқты. 0-ге тең. Сонда қалады бізде тангенс x екі жағында да. Яғни дәлелденіп тұр. Так, бізде келесі үшіншісін дәлелдейік. Синус 3π бөлінген 2 плюс бетта көбейтілген котангенс π бөлінген 2 минус бетта қосылған синус 180 минус бетта плюс котангенс 3π бөлінген 2 минус бетта тең болады тангенс бетта. Мына сол жақтан бізден тангенс бетта шығу керек. Бізде қарайық 3π бөлінген 2 қосылған альфа бізде синуста қарайық не беретін? 3π бөлінген 2 қосылған альфа синуста минус косинус береді екен. Яғни жазамыз минус косинус бетта деп. Альфаның орнында бізде бетта тұр. Көбейтілген котангенс π бөлінген 2 минус альфада бізде береді тангенсті. Жазамыз тангенс беттаны беріп тұр. Қосылған 180 минус альфада 180 минус альфа синусымыз синусқа тең екен. Жазамыз синус бетта. 3π бөлінген 2 минус альфада 3π бөлінген 2 минус альфада котангенсіміз тангенс береді. Жазамыз тангенс бетта. Алдында плюс таңбасы бар, мән берейік. Енді мұнда бізде тангенсімізді өрнектеп аламыз. Оны қалай өрнектейміз? Тангенсіміз дегеніміз бізде синус пен косинустың қатынасы. Яғни жазамыз косинус бетта көбейтілген синус бетта бөлінген косинус бетта қосылған синус бетта плюс тангенс беттаның бәрі тангенс беттаға тең бола ма? Енді бізде мұнда косинустар қысқарып кетеді. Не қалады? Минус синус бетта қалады. Қосылған синус бетта, қосылған тангенс бетта тең болады тангенс бетта. Бізде минус синус пен плюс синусымыз қысқарып қалады. Минус 1 плюс 1 деген 0-ге тең деген сияқты. Сонда қалады бізде тангенс бетта, мұнда тангенс бетта. Екеуі теңдіктер дәлелденіп тұр. Екеуі тең болып тұр, көрінбей қалыпты ғой міне.